Абай Құнанбаевтың 43-ші қара сөзі. Адам оғлы екі нәрседен, бірі тән, бірі жан. Ол екеуінің орталарында болған нәрселердің қайсысы жебелей, қайсысы кәсіби, оны білмек керек. Ішсем, жесем демектің басы жебелей, ұйықтамақта соған ұқсайды. Аз ба, көп пе білсем екен, көрсем екен деген арзу, бұлардың да басы жебелей. Ақыл, ғылым, бұлар кәсіби. Көзбенен көріп, құлақпен естіп, қолмен ұстап, тілмен татып, мұрынмен иіскеп, тыстағы дүниеден хабар алады. Ол хабарлардың ұнамдысы ұнамды қалпыменен, ұнамсызы ұнамсыз қалпыменен, әрнешік өз суретіменен көңілге түседі. Ол көңілге түсіруші бағанағы 5 нәрседен өткен соң, оларды жайғастырып, көңілде суреттемек. Ол жанның жебелей қуатыдыр. Бір ұмытпастық жақсы нәрседен көңілге жақсы әсер хасил болып, жаман нәрседен көңілге жаман әсер хасил болу секілді нәрселер. Бұл қуаттар әуелде кішкене ғана болады. Ескеріп, баққан адам үлкейтіп, ұлғайтып, ол қуаттардың қуатын зорайтады. Ескерусіз қалса, ол қуаттың қайсысы болса да жоғалады. Тіпті жоғалмаса да, аз-маз нәрсе болмаса, үлкен еш нәрсеге жарамайтын болады. Кімде-кім сырттан естіп білу, көріп білу секілді нәрселерді көбейтіп алса, ол көп жиғаны бар адам. Сынап, орындысын, орынсызын, бәрінде бағанағы жиған нәрселерінен есеп қылып, қарап табады. Бұлай етіп бұл харекетке түсінген адамды ақылды дейміз. Құдай тағала өзі ақыл бермеген соң қайтейік демек. Құдай тағала сеніменен мені бірдей жаратып па демек. Құдай тағалаға жала жауып өзін құтқармақ болғандығы. Бұл ойсыз, өнерсіз адамның ісі. Оған Құдай тағала көрме, есітпе, көрген, естіген нәрсеңді ескерме, есіңе сақтама деп пе? Ойын күлкімен, ішпек жемек, ұйықтамақпен, мақтанмен әуре бол да, ішіңдегі қазынаңды жоғалтып, хайуан бол деген жоқ. Кейбіреулер айтады, ақыл жебелей болмаса да талап жебелей. Талап берген адам ақылды тапты, талабы жоқ кісі таба алмады дейді. О да бекер. Талап балада да бар, оған талас қылуға болмайды. Бағана айттық қой, қуаты басында кішкене болады, ескермесе жоғалып та кетеді. Ескерсе, күтіп айналдырса, зораяды деп. Жан қуатыменен адам хасил қылған өнерлері де күнде тексерсең, күнде асады. Көп заман тексермесең, тауып алған өнеріңнің жоғалғандығын және өзіңнің ол мезгілдегіден бір басқа адам болып кеткеніңді білмей қаласың. Қай жоғалған өнер, ал мен жоғалдым деп хабар беріп жоғалады. Енді қусаң, бағанаға өлгі табуыңнан қиынырақ тиеді. Жан қуаты дейтұғын қуат. Бек көп нәрсе. Бәрін мұнда жазарға уақыт сыйғызбайды. Бірақ әрбір өнердің тыстан тауып алып, ішке салғанын, соның тамырын берік ұстап тұруға жараушы еді. Көп заман ескермеген адамнан ол бағанағы өнердің өзінің ең қызықты, қымбатты жерлері жоғала бастайды. Онан соң көп заман өтсе, сол өнерді сақтайтұғын қуаттың өзі де жоғалады. Онан соң қайта кәсіп қылуға болмайды. Бұл қуаттың ішінде 3 артық қуат бар. Зинхар, соны жоғалтып алу жарамас. Ол жоғалса, адам оғылы хайуан болды, адамшылықтан шықты. Біреуі орысша подвижной элемент деп аталады. Ол не нәрсе? Не көрдің, не есіттің, әрнешік білдің, соны тездікпенен ұғып ұққандықпенен тұрмай, арты қайдан шығады, алды қайда барады. Сол екі жағына да ақылды жіберіп, қарамаққа тез қозғап жібереді. Егер бұл болмаса, көп білуге, көп оқу оңды пайдада бермейді. Керекті уақытында ойламай, керекті уақытында қылмай, керекті уақытында айтпай, дәйім уақытынан кеш қалып,
Әй әттеген-ай, үйтуім екен, бүйтуім екен деп өмір бойы ғафил болбақ отырғаның. Біреуін орысша сила притягательная однородного дейді. Ол бір нәрсені естіп, көріп білдің, қош келді. Қазір соған ұқсағандарды тексересің. Түгел ұқсаған ба, яки бір ғана жерден ұқсағандығы бар ма? Әрнешік сол іске бір келіскен жері бар нәрселердің бәрін ойлап, білгенін тексеріп, білмегенін сұрап, оқып бөтеннен хабарланып білмей тыншытпайды. Үшіншісі орысша впечатлительность сердца дейді. Яғни жүректі мақтаншақтық, пайдакүнемдік, жеңілдік, салғырттық. Бұл төрт нәрсе бірлән кірлетпей, таза сақтаса, сонда сырттан ішке барған әр нәрсенің суреті жүректің айнасына анық, раушан болып түседі. Ондай нәрсе тұла бойыңа жайылады, тез ұмыттырмайды. Егерде бағанағы төрт нәрсемен жүректі кірлетіп алсаң, жүректің айнасы бұзылады, я қисық, я күңгірт көрсетеді. Енді ондай нәрседен оңды ұғым болмайды. Әрнешік тән қуатыменен сырттан тауып, сырттан сақтайсыз. Оның аты дәулет еді. Оның да неше түрлі кеселі, кесапаты бар нәрселерін білмесең, сақтай алмаушы едің ғой. Соған ұқсаған іштегі жан қуатыменен жиған нәрсенің аты ақыл, ғылым еді ғой. Оның да неше түрлі кеселі, кесапаты тиер нәрселері бар. Оны білмесең, бақпасаң, айырыласың. Және әрбір жақсы нәрсенің өлшеуі бар. Өлшеуінен аса жарамайды. Өлшеуін білмек бір үлкен керек іс. Ойланбақ жақсы, іске тіпті салынып кеткен кісі ойын байлай алмай, қияли болып та кеткені болады. Ішпек, жемек, кимек, күлмек, көңіл көтермек, құшпақ, сүймек, мал жимақ, мансап іздемек, айлалы болмақ, алданбастық. Бұл нәрселердің бәрінің де өлшеуі бар. Өлшеуінен асырса, боғы шығады. Ненің қызығын көп іздесең, соның күйігін бір тартасың деген. Бас махви олмая, ол мен айтқан үш қуаттың ішінде екеуі, яғни сила притягательная однородного бірлән подвижной элемент, бұл екеуі қосылып тұрған нәрсе. Күллі пайда да бұлардан шығады, уә күллі зарар да бұлардан шығады. Мансап сүйгіштік, мақтаншақтық, ашуланшақтық, өтірікшілік, осыған ұқсаған әбір маскүнемдікке тартып, құмар қылып, ақылдан шығарып жіберетұғын нәрселер осы екеуінен болады. Бұларды түбегейлеткенде жақсы нәрселерді түбегейлетіп, жаман нәрселерден, яғни жоғарғы айтылмыш секілді адамшылықтан шығарып, құмарпаздыққа салып жіберетұғын нәрседен бойды ерте тыйып алуға керек. Пайда залалды айыратұғын қуаттың аты ақыл еді ғой. Бір ақыл қуаты бірлән мұны тоқтатып болмайды. Хәм ақыл, хәм қайрат, екі мықты қуат қосылып тоқтатады. Ол екеуі кімде бар болса, бағанағы екі қуаттың екеуі де аз болса, яки бірі бар, бірі жоқ болса, бағанағы екі қуаттар бір басы қатты аса уат, жүгенсіз тауға ұрама, тасқа ұрама, суға ұрама, жарға ұрама, Құдай білсін. Әйтеуір жолда көрген есті, ақылы дұрыс адамдар әлі де сұрамайда қалады. Сенде ерік жоқ. Екі етек жайылып, екі көзің аспанда масқара болып кеткенің өлгеніңше.